Қыз балалар мен келіншектердің ер адамдармен ара қатынасы, қарым қатынасы дұрыс болмауының себебі неде екенін білесіз бе? Оны көп адамдар байқамауы мүмкін, білмеуі мүмкін, бірақ ер адамдар мен әйел адамдардың ара қатынасын бұзып тұратын, бір-біріне қарама-қарсы энергия беріп тұратын, бір-біріне жек көргізіп тұратын, көзге көрінбейтін қара күштер болады. Күнделікті тұрмыста әйел мен ер азамат бірге тұрады, бірақ бір-бірімен тіл табыса алмайды. Бір-бірін көрсе ашуға булығады, бір-бірін ұрғысы келіп тұрады, бір-бірін жек көріп тұрады, түсінісе алмайды. Міне дәл осы кезде сол энергиялардың әсері екенін көруге болады. Бұл негативті қара энергиялардың мақсаты екі адамды бір-біріне қоспау. Әйел адамның көрінбейтін партнер ретінде жүреді ғой, былай айтқанда. Ал ер адамдарда дәл солай болады. Енді не істеу керек? Енді бұл энергиядан тазармайынша, адамның жұқа денесіне жабысып тұрған осы қара энергиядан тазармайынша, әйел адам өзінің сүйіктісін кездестірмеуі мүмкін, өйткені ол әйел адамның бойында тұр ғой. Оны алып тастау керек. Әйел адаммен келісімшарт жасасып алған. Оның белгілері қандай болады? Оның белгілері әйел адам түсінде кәдімгідей жыныстық қатынаста болуы мүмкін. Сондай бір интимдік, негативті ойлар жиі мазалауы мүмкін. Белгілері осындай болады. Төмен тербелісті энергиялардың негізгі мақсаты отбасының шырқын бұзу, берекесін кетіру, қыз балаларды ер адамсыз қалдыру, мақсаты осындай.